әлемдегі ең бейбіт ел. Егер жерде жұмақ бар болса, ол дәл осы жерде. Мұнда жыландар да, масалар да, өрмекшілер де жоқ әлемдегі жалғыз ел. Ал жан басына шаққандағы табыс $50,000 асады. Адамдар мұнда тек өздеріне ұнайтын іспен айналысады. Және кез келген сәтте бірнеше айға демалыс ала алады. Соған қарамастан бұл жерден ешкім кеткісі келмейді. Өйткені бұл ел табиғаттың барлық ерекше құбылыстарын бойына жинаған. Мұнда ертегідей шырақ үңгірлер, әлемдегі ең ұзын мұздықтар, таңғажайып таулар, сарқырамалар, көркем алқаптар бар. Және тағы да басқа керемет жерлер жетерлік. Бұл сондай сирек кездесетін ел. Мұнда бір күнде шаңғы теуіп, одан кейін серфингпен толқындарды бағындыруға болады. Адамдар бұл елді ең соңғылардың бірі болып ашқандықтан, мұнда табиғаттың флорасы мен фаунасы ғажайып түрде сақталып қалған. Дәл осы жерде «Властелин колец» және «Кинг-Конг» фильмдері түсірілген. Бұл әлемдегі ең таза әрі әдемі елдердің бірі Жаңа Зеландия. Ал сіз бұл жерге барғыңыз келеді ме? Пікір қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.